Bugün bizler Xo'jali mantı pishiramiz. Ketіп қарап отырсам, алдымнан осы видео шықты. Сосын ауылға тырасаң жаға деп, өзім бір қожайын манты пісірейін дедім. Бір өзім істеп көрсетіп жіберейін бұған деп ойлап қалдым. Әрекетті баслап жібердім. Пияздарды майдалап турап болғаннан кейін қамырымызды дайындап алдық. Қамырды жақсылап қандырып елемесеңіздер, қожайын манты дұрыс шықпайды. Сонымен паршаларымызды дайындап аламыз. Тұзларын дәмдеушілерін салып, қамырды өте жұқалап жайып аламыз. Жұқалап жаймасақ қожайын манты болмай қалады. Жұқалап жайып болған қамырларымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Үлкен еді. Қыздар, қамырымыз өте жұқа болу керек. Сондықтан мен кесіп болғаннан кейін де және созып шықтым. Сіздер де солай жасап көрсеңіздер болады. Үлкен ет кесіп аламыз. Әмде паршын ішіне толтырмаймыз. Аз-ғана саламыз, жайып. Сонда ар жағынан ай көрінетін, бер жағынан күн көрінетін қожайын мантымыз күшті болып жұқа болып пісіп шығады. Мантыларымыздың бәрін бүгіп болған соң, листімізге бірін үстіне майлап тізіп шығамыз. Міндетті түрде майлау керек. Майламасақ бір-біріне жабысып қалады. Осылай біріне-бір үстілерін майлап, олардың үстілеріне тізіп қойып шығамыз мантыларымызды. Қорықпаңдар, піспей қалмайды, пісіп шығады бәрі. 30 минут осылайына пісіріп аламын. 30 минуттан кейін алып, дара-дара қылып салып, тағы 10-15 минутқа қойып аламыз. Сонымен қожайын мантымыз күшті болып дайындалып шығады. Сонымен біздің бір жағынан ай, бір жағынан күн көрінетін қожайын мантымыз дайын. Сіздермен болған Келінка Айша. Всем пока.